несиелер, депозиттер, тәуекелдерді сақтандыру. Бүгінде қаржылық жетістік тек көп ақша табу ғана емес, сол тапқан ақшаны дұрыс басқаруды ұйымдастыру. Яғни сіздің ақшаңыз жұмыс дегенде сіз демаласыз. Бізге банк жүйесі не үшін қажет? Өзіңізге банк таңдаған кезде неге назар аудару керек? Валютаның жағдайы қалай болмақ? Қандай тиімді қаржылық инструменттер бар? Тағы да көптеген пайдалы ақпарат Профинанс веб бағдарламасында. Қазақстанда 12 миллионға жуық экономикалық белсенді халық бар. Соның 3-тен 2-сі несие алады, ал тағы да бір бөлігі сол қарызды төлеуге қиналады. Биылғы жылдың басында ел тұрғындарының банкер алдындағы қарызы 2 триллион теңгеге жетті. Алайда бәрімізде алған несиені қайтаруға міндеттіміз. Егер борышкер мен қарыз беруші қандай да бір себеппен тіл табыса, дауды шешуге үшінші тарап араласады. Бұл Профинанс веб қаржы туралы ең пайдалы вебинар. Бізге қосылған көрермендерімізге жалынды сәлем. Бүгінгі тақырыбымыз коллекторлар және қарызды дұрыс басқару жөнінде болмақ. Ол үшін тәжірибе жасап көрейік. Маған залдан көмекші қажет. Сізді ортаға шақырсам бола ма екен? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз? Есімім Мұстафа Али. Мұстафа Али, өзіңізде несие бар ма? Алдым жақында. Жақында алған болсаңыз, яғни несиеңізді уақытылы төлеп жатырсыз. Әрине, кешіктіруден Құдай сақтасын. Мен де солай боларына сенемін, бірақ біз дәл қазір мынадай жағдайды елестетіп көрейік. Яғни сізге коллектор келді дейік. Оның жасау мүмкін әрекетін мен дәл қазір айтамын. Егер ол сол әрекетке хақысы болса, яғни сіз текшені солға қарай қоясыз. Егер хақысы болмаса, онда текшеге тиіспейсіз. Келістік қой? Яғни демалыс күндерден бөлек жұмыс уақытында, яғни 16:00-де коллектор сізге хабарласып, қарыздың бар екенін және де қашан төлейтінін сұрайды. Не деген мәдениетті коллектор ол? Меніңше ол дұрыс жасайтын сияқты. Олай болса текшені қойыңыз. Коллектор сіздің үйіңізге келіп, банк алдында қарызыңыз бар екенін айтады. Ол үшін айыппұл төлеуіңіз керек. Және де сол айыппұлды дәл қазір қолына беруін талап етеді. Меніңше ол дұрыс емес, өйткені адам банктен қарыз алса, оны банкке қайтару керек деп ойлаймын. Өте дұрыс. Және тағы да соңғы сұрағым, коллектор бір апта бойы сізді мазалап, қорқытып, үркітіп, яғни түнде сіздің машинаңыздың терезесін сындырып кету мүмкін деп айтып жатады. Мен ондай жағдайлар туралы көп естігем. Меніңше дұрыс сияқты. Мінекей байқап отырсаңыз, құрметті көрермендер, сіз өзіңізде барлығын біліп тұрсыз, барлығын дұрыс жасадыңыз. Енді бұл кісілер борышкерлердің алдына келгенде міндетті түрде сыпайы мәдениетті ұстау тиіс, және тек қана жұмыс күндері ғана мазалауға болады. Бұл жаңа заң талабы. Енді бүгінгі тақырыпты рет-ретімен талқылап көрейік. Әрі қарай көретіндеріңіз. Ақылшы ма әлде коллектор ма? Пайдалы кеңес. Құжатыңызды көрсетіңіз. Қарыз жинаушы өзін қалай таныстыру керек? Бұл Профинанс веб. Біз коллекторлардың іс-әрекеті жөнінде әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Өткен жылы елімізде коллекторлық қызмет туралы заң қабылданған болатын. Бүгінгі студиямыздың қонағы заңгер Евгений Степульник. Аталған заң аясындағы коллекторлардың жұмысы жөніндегі өз пікірімен бөліспек. Сәлеметсіз бе, Евгений? Саламатсыз ба, Мәриям? Евгений Степульник, заңгер. Алдымен коллектор деген кім және заңда бұл жайында не жазылған? Ереже бойынша коллекторлық агенттікте жұмыс істейтін адамдардың қаржылық, заң немесе банк саласы бойынша білімі болуы тиіс. Олар еңбек келісім шартын жасаған кезде несие беруші мен борышкер арасындағы мәселені шешуге міндеттеледі. Ал осы коллекторға борышкердің ісі қалай өтеді? Қарызын төлемей жатқан борышкердің ісін коллекторға беру үшін келесідей жағдайлар орын алуы керек. Біріншіден, коллекторлық агенттік ұлттық банктың арнайы тізімінде тіркеуде болуы тиіс. Екіншіден, төленбеген қарыз мерзімі 90 күнге жетуі қажет. Тағы бір ескеретін мәселе, банктерден басқа микроқаржылық ұйымдарда азаматтарға қарыз беріп, ол өтелмеген жағдайда коллекторлардың көмегіне жүгін алады.
Қазақстандағы жұмыс істейтін коллекторлық агенттіктердің тізімін ұлттық банктың сайтынан рұқсаттар мен ескертпелер атты бөлімнен көре аласыздар. Мінекей біздің түсірілім Евгений арнайы бейнематериал дайындаған болатын. Ол бейнематериалды, яғни коллектордың басынан кешкендері деп атауға болады. Олай болса, экранға назар аударайық. Бұл Серік. Ол жуырда қарызды өндіріп алумен айналысатын коллекторлық агенттіктің біріне менеджер болып жұмысқа орналасты. Сөйтіп оған несие төлеу мерзімі жарты жылдан асып кеткен борышкердің ісін берді. Серік құжатта көрсетілген телефондарға хабарласып көрді. Бірақ олардың бәрі байланыс аясынан тыс жерде. Көп ойланбастан борышкердің мекен жайы жазылған жаққа барды. Осылайша Серік басшылықтың алдында өзін көрсеткісі келді. Алайда, ол барған жерде борышкердің туыстары ғана тұрады екен. Бұған ашуланған коллектор енді сол кісілерге дүрсе қоя берді. Қарызын төлеуден жалтарып жүрген адамды жасырып, мәлімет беруден қашасыздар деп айыптады. Бірақ борышкердің туыстары шынымен де оның қайда жүргенін білмейміз деп ақталумен болды. Мінекей, Евгений, осындай жағдай болып отыр. Өзіңіздің пікіріңіз қандай? Ну, во-первых, то, чего он не должен делать, это выходить из себя. Біріншіден, коллектор ешқандай сезімге берілмей, қандай жағдай болса да салқынқандылық танытуы тиіс. Коллекторлық қызмет туралы заңға сәйкес, олар өз эмоциясын көрсетпей, сабыр сақтап, істі байыппен шешуге тырысуы қажет. Яғни телефон арқылы сөйлессе, немесе жеке кездесуге барса, поштамен хат хабар жіберсе, ұялы байланыс арқылы дыбыстық хабарлама қалдырса да, осы заңда көрсетілген ережені бұлжытпай орындайды. Ал жаңағы бейнематериалда көрсетілген жағдайға келер болсақ, онда төленбеген қарызға қатысы жоқ адамдар жайында сөз болды. Бірақ борышкер өзінің тұрақты мекен жайын өзгертетін болса, бұл жөнінде несие берушіге немесе коллекторларға хабарлауға міндетті. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, осы тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болып жатса, жауапты ұлттық банктың сайтынан, әлеуметтік желідегі ресми парақшаларынан және де мобильдік қосымшаларынан біле аласыздар. Егер сіз коллекторлардың әрекетінен күмәндансаңыз, онда ұлттық банкке арыз жазып, қоғамдық қабылдау бойынша ақыл кеңес алуыңызға да мүмкіндік бар. 1978 жылы ақш-та қарызды өндіріп алу ісін реттеуге бағытталған заң жобасы қабылданды. Онда коллекторлардың көптеген әрекетін шектейтін баптар болды. Оларға борышкермен дөрекі сөйлесуге, қорқытуға, психологиялық қысым көрсетіп, түн ішінде мазалауға тыйым салынды. Америкалық коллекторлар азаматқа қарызының көлемі мен оны сот арқылы өндіру жайында да әңгіме өрбіткенді қаламайды. Бұл ретте олар борышкермен жақынырақ танысып, оған ақыл кеңес беріп, қалыптасқан қиын жағдайдан шығудың жолын үйреткені дұрыс санайды. Түрлі сала бойынша білім алған коллектордың тәжірибесі көп болады. Мұндай тәсіл борышкерлерге де ұнайды. Өйткені олар да істің сотқа дейін жеткенін қаламайды. Бұның соңы жақсылыққа апармайтынын түсінеді. Әсіресе несие рейтингісі төмендеп кетсе, борышкердің болашағына балта шабылады. Мысалы, несие тарихы нашар адамдар баспананы жалға алу мен жұмысқа орналасу кезінде қатты қиналады. Оларды ешкімде жауапқысы келмейді. Бірақ борышкердің қарызын өтейтін ешқандай активі немесе мүлкі болмаса, онда коллекторлардың да қолынан келер қайран жоқ. Бизнесі шығынға батса да, олар заңға бағынып, кейін шегінуге мәжбүр болады. Заңның аты заң. Дәл қазір көретіндеріңіз, ақшаға абай болыңыз. Алаяқты қалай анықтаймыз? Көпке созба, істі коллекторға жеткізбеудің жолдары. Біз профинансовый бағдарламасында пайдалы қаржылық ақпараттармен бөлісуді ары қарай жалғастырамыз. Евгений, енді онлайн сұрақтарымыз келіп жатыр, яғни халыққа қол ұшын беруге қалай қарайсыз? Жақсы. Онда мынадай сұрақ. Қостанай Forever былай дейді. Бірнеше жыл бұрын маған коллектор хабарласқан болатын. Онымен телефон арқылы сөйлескенімде, менің қарызымды жабу үшін өзінің есеп шотына ақша аударуымды сұрады. Сөйтіп ол менің несиемді тез арада төлеп берем деді. Осылайша банкке бармай-ақ қоюыма болатын айтты. Оның мұндай әрекеті қаншалықты заңды? Менің ойымша бұл дұрыс емес, заңға қайшы әрекет. Кез келген келісім шартта қос тараптың да, яғни несие беруші мен борышкердің міндеті нақты көрсетіледі. Егер сізге бір адам келіп, өзін несие берушінің өкілімін деп таныстырса, және қарызды жабуға көмектесем, ақшаны маған беріңіз десе, әрине оған сенудің қажеті жоқ. Себебі банкте немесе микроқаржы ұйымында жұмыс істейтін адамдардың бұлай істеуге құқы жоқ. Шынымен де бұның бәрін білген әрине дұрыс, бірақ та басымызға бұндай жағдай келмей ақ қойсын. Тағы да сұрақ бар екен. Алима 175 есімді көрермен мынадай сұрақ қойып жатыр. Коллектор менің жұмыс орныма келіп, басшылыққа төленбей жатқан несиемнің бар екендігін айтуға хақысы бар ма?
Ол сіздің бастығыңыздан жеке өзіңізге қатысты ақпаратты сұрауы мүмкін. Мысалы, телефон нөміріңізді немесе тұратын мекен жайыңызды дегендей. Сондай-ақ жалақыңыздың көлемі банкте немесе микроқаржы ұйымында тіркелмеген болса, ол жайында да біле алады. Бірақ басшылыққа сіздің қарызыңыз туралы айтуына болмайды. Бұл сіздің жұмысыңыздан айырылып қалуыңызға әкеп соғуы мүмкін. Ал жұмысы жоқ адам қарызында төлей алмайды. Евгений, рахмет. Шынымен де сіз көрермендеріміздің қойылған әрбір сұрақтарына тиянақты, айқын, анық жауап бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Ал бүгінгі тақырыбымызды кеңірек түсіну үшін тарих беттеріне көз жүгіртуді ұсынамын. Барлығы қалай басталғанын білейік. Барлық елдерде қарызын төлей алмаған адамды қатаң жазаға тартқан. Бұл бұрыннан келе жатқан тәжірибе. Мәселен, ежелгі Римде борышкердің мойнына 60 күн бойы ағаш қамыт кигізіп қоятын. Осы уақыт аралығында кінәлі жанға қарызын төлеу туралы 3 рет ескерту жасайды. Егер бұлай істемесе, борышкерді елдің көзінше өлім жазасына кескен. Жалпы барлығы уақытта да қарызды өндірушілер бұл мәселенің тәрбиелік мәніне ерекше назар аударған. Жаза неғұрлым қатаң болған сайын, соғұрлым берешегін төлеуден жалтарып жүргендер саны аз болды. Ал князь Владимир Мономахтың басшылығы кезінде Киевтік Русь елінде қарызды өндірушілердің үлесі арнайы жарғы бойынша бекітіліп, 20 мен 50% аралығына белгіленген. Сөйтіп, бұрынғы заманның коллекторлары ресми түрде жұмыс істеп, билік атынан әрекет жасады. Заманауи коллекторларға келер болсақ, мұндай агенттіктер өткен ғасырдың 60 жылдары ақш-та пайда болды. Олардың атауы ағылшынның collection жинау сөзінен шыққан. Ал 80 жылдары мұндай фирмалар Еуропада ашыла бастады. Қазір батыс елдерінде жұмыс істейтін коллекторлық агенттіктердің саны банктерден көп болып кеткен. ақш-та 6,5 мың, еуродағы аймағында 10 мыңнан астам осындай мекеме бар. Сондықтан ба банк өкілдері қарызды өндірумен айналыспайды. Несиені төлеу мерзімі 90 күннен кешіктірілсе болды, борышкердің ісі коллекторларға беріледі. Ал коллекторлық фирма сыйақы үшін қарызды өндіріп беруге көмектеседі. Немесе борышкердің ісін арзан бағамен сатып алып, артынан жұмсаған ақшасын еселеп қайтарып алады. Бұл Профинанс веб қаржы туралы ең пайдалы вебинар. Біз коллекторлар жайлы әңгімені әрі қарай жалғастырамыз. Өткен жылы елімізде коллекторларға байланысты заң қабылданған болатын. Олардың кейбір іс-әрекетіне шектеу қойылған. Әсіресе борышкерді түн мезгілінде мазалауға болмайды, қорқытып үркітуге де жол берілмейді. Енді коллекторлардың әр басқан қадамы заңмен реттеледі. Заңсыз әрекетке барса жазаланатын болады. Тіпті қарызды өндірумен айналысуға рұқсат беретін лицензиядан да айырылуы мүмкін. Енді, яғни барлығын ушықтырмай, осы коллекторларға жеткізбей, яғни қарызды уақытында төлеу керек. Солай емес пе? Әрине, коллектормен кездеспеудің ең тиімді тәсілі мүлдем несие алмау. Біз өткен вебинарымызда Евгений айтқан болатынбыз. Егер, яғни несиені қарызды уақытында төлей алмаса, не істеу керектігін айттық. Енді тағы да бір қайталап өтсек артық болмас деп ойлаймын. Біріншіден, несие беруші банктен, микроқаржылық ұйымнан немесе коллекторлардан қашуға болмайды. Керісінше, қарызды төлеуге қиналып жүрсеңіз, оларға хабарласып, жағдайды айтып түсіндіріңіз. Өмірде неше түрлі жағдай болады. Сондықтан да қарызды төлеу мерзімін немесе көлемін өзгерту туралы өтініш жазыңыз. Жалпы тәжірибе көрсеткендей, несие беруші борышкердің ісін коллекторға жіберуге онша мүдделі емес. Оған қарыздың тезірек жабылғаны тиімді. Сол себепті қос тараптың да келісімге келіп, мәселені тезірек шешуге ұмтылғаны жөн. Евгений, енді студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Және де көрермендеріміздің қаржылық сауаты мен білімін арттырып, әрбір сұрақтарына тиянақты жауап бергеніңізге де алғысымызды білдіреміз. Әрбір күніңіз сәттілікке толы болсын дейміз. Рахмет. Сонымен бүгінгі Профинанс вебинарында біз коллекторлардың қызметі туралы заңды жан-жақты талқыладық. Олардың іс-әрекетін реттейтін заң нормалары пайда болды. Оны бұзған жағдайда тағайындалатын жаза түрлері де бекітілді. Тіпті қандай жағдайда мұндай агенттіктердің лицензиясы қайтарып алынатындығы да қарастырып қойылған. Алайда бізде, яғни қаржылық қызметтерді тұтынушылар, өзіміздің құқығымызбен қатар міндеттерімізді де біліп жүргеніміз жөн. Сонда коллекторлардың заңға қайшы әрекетіне қарсы тұра аламыз. Және де несиені рәсімдеген кезде келісім шартта көрсетілген баптардың бәрін оқып, түсініп, оларды бұлжытпай орындайық. Ал егер қандайда бір қиындық туындаса, қаржы ұйымына барып, жағдайды түсіндіруден қашпайық. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Профинанс жобасы сіздің жеке қаржыларыңыз, тиімді қаржы құралдары және әмияныңыз үшін қауіпті тәуекелдер туралы сұрақтарыңызға жауап береді. Профинанс кеңістігінде келесі жүздескенше. Қаржылық сауаттылық табысқа жетудің жалғыз жолы.